Пальмин Лили Ялмаровна, инженер-конструктор, 1903 жылы дүниеге келді. Санкт-Петербургте таңдаулы княгиня Оболенскаяның қыздар гимназиясында оқыды. Барон тегінен шыққан, ұлты швед. Ленинград технологиялық институтын бітірді. Қорғаныс халық комиссариатының арнайы конструкторлық бюросында жұмыс істеп, Т-26 танкісін жасау ісіне қатысты. 1927 жылдан бастап 33 жылға дейін Ленинградтағы большевик зауытында еңбек етті. 1933 жылы тыңшылық етті деген айыппен тұтқындалды. Лубянка, Бутырка және Ленинградтағы Шпалерная көшесіндегі түрмеде отырды. Қарағандыға этаппен жіберілді. Ату жазасына кесілді. Кейін 10 жыл лагерь мерзімімен ауыстырылды. Карлактың 12-ші бөлімшесінде орталық жөндеу шеберханасында жұмыс істеді. Сол жерде шеберхананың құю цехының бастығы Михаил Николаевич Цителовқа тұрмысқа шықты. Күйеуімен бірге Қарағандыда арнайы құрылған эксперименттік бекетте қоңыр көмірмен жүретін газды генераторлық автомашиналар бойынша жұмыс істеді. 1937 жылы эксперименттік станцияда тракторларға газды генератор қондыру жұмыстарын жүргізді. 1940 жылы Долинкада газды генераторлық эксперименттік станцияны басқарды. 1942 жылы мерзімінен бұрын босатылды. 1950 жылы Воронежге көшті. Цителов Михаил Николаевич, технолог, инженер-конструктор. Тұтқындалғанға дейін Кольчугинада жұмыс істеді. Ол Лили Ялмаровна Пальминмен бірге алғашқы кеңестік танк жасау ісіне қатысып, оны жасақтау мәселесімен айналысты. 30-шы жылдардың басында халық жауы ретінде тұтқындалып, Лубянка түрмесінде болды. Жазалау мерзімін Карлакта өтеп, сол жерде Пальминге үйленді.